Саламатсыз ба оқушылар. Бүгінгі видео сабақта өтетін тақырып электрик схемаларды оқу әдістемесі. Бұл видеода мен сізге электрик схемаларды қалай оқуға болатынын айтамын. Бастамас бұрын тарихқа бір шолып кетейік. Өткен ғасырда бөлшектердің, құрылғылардың құрылымдық және схемалық шешімдерін сақтау үшін олардың суреттері 3D форматында жасалады. Мысалы, индуктор осылайша бейнеленген. Яғни 3D форматында барлық бөлшектер нақты белгіленген. Олардың шартты түрдегі графикалық белгіленуін салу үшін көп уақыт кететін болғандықтан және схеманы сызуды жеңілдету үшін 2D форматында символдық түрде жасала бастады. Қазіргі уақытта барлық шартты графикалық белгілер 2D форматында жасалады. Әрбір детальдің немесе құрылғының шартты графикалық белгісі бар. Электр тізбегін оқу үшін бірінші болып бейнеленген бөлшектердің шартты графикалық сипаттамасын білу қажет. Бөлшектердің суретін арнайы шартты графикалық белгілері бар кестелерден табуға болады. Барлық бөлшектер бір-бірімен сызықтар арқылы байланысады. Бұл сызықтар өткізгіштерді бейнелейді. Өткізгіштер олар сымдар немесе платадағы жолдарда болуы мүмкін. Ал детальдар осы сызықтармен қосылуға ыңғайлы болатындай етіп орналастырылған. Сондықтан электр тізбегі бөлшектердің орналасуын көрсетпейді. Олардың орналасуын тек монтаждық схемадан білуге болады. Байланыстырушы сызықтар қиылысуы мүмкін. Егер сызықтар осылайша қиылысса, онда олардың арасында электр байланысы болмайды. Мұны тек осылай елестетуге болады. Ал егер қиылысу орнында нүкте болса, онда бұл жерде өткізгіштер қосылғанын білдіреді. Әр детальдің жанында осындай әріптік белгілер бар. Бірінші әріптер бөлшекке жататын класты білдіреді. Мысалы, С әрпі бұл конденсаторлар, R резисторлар және тағы басқалар. Әріптік белгілеуден кейін сан пайда болады. Ол тізбектегі реттік нөмірді көрсетеді. Мысалы, 10 резисторлар бар болса, олардың барлығы R әрпімен белгіленеді және одан кейінгі бөліктердің реттік нөмірі орындалады. Белгілеудің екінші жолында бөліктің негізгі параметрлері және оның таңбалануы келтірілген. Мысалы, резистордың негізгі параметрлері оның кедергісі болып табылады. Сондықтан қарсылықты ohmда, килоомда көрсетеді. Бұл белгілер арасында жиі шатысулар болады. Оларды заземление, жер, ортақ сым деп атап кеткендіктен көбісі оларды шатыстырады. Дұрыс жауабы бұл жерге қосу, яғни заземление сымы. Ал бұл есе жалпы сым. Әдетте жалпы сым бұл бүкіл тізбектің минусы. Бұл тізбектегі барлық белгілердің өткізгіштері минусқа қосылған дегенді білдіреді. Осымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет.